Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жану. Сабақты бірге түсініп, біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындаймыз. Осы жаңа сабақтағы ең маңызды жерлерінен сендерге балдар кесте құрастырдым. Қарай қойыңдар. Жану заттардың жылу және жарық бөліп тотыға жүретін химиялық реакциялары. Ал тотығу дегеніміз заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы. Өнімі оксид деп аталады. Жай зат, оттек екеуі қосылып оксид түзеді. Оксидтер дегеніміз құрамы екі элементтен тұратын, біреуі оттек болып келетін күрделі заттарды айтамыз. Екінші кестемізде біздің қарайтын болсақ, күкіртке оттекті қостық. Күкірт оксиді түзілді. Күкірт қанша валентті? 4 валентті оксиді түзілді. Күкірттің алдын ала қыздырылған түйінін оттегі бар ыдысқа батырса, көк жалынмен өткір иісті улы газ күкірт 4 валентті оксиді түзе жанады екен. Суретте қарап тұрғандай нұсқасында. Екінші банкамызда біздің оттекте фосфор, көз қаратпайтын жалын мен ақ түсті түтін түзе жанады. Реакция нәтижесінде ыдыс қабырғасында фосфор 5 валентті оксиді түзіледі. Бұл жерде сендер реакциясын көріп тұрсыңдар. Фосфор қосылған O2, P2, O5, фосфор 5 валентті оксиді түзілді. Үшінші суретімізде бізде жіңішке болат сымға қадалған сіріңке шиін тұтатып, оттек бар ыдысқа батырғанда темір шатырлап, жарық ұшқын шашып, жалынсыз темір қағын түзеді екен. Темір қағы бұл жерде феррум 3O4. Мінекей балдар, жанында сендерде кестенің реакция теңдеулері көрсетілген. Үшінші кестемізде біздің балдар, мыс оксидте қатты қыздырғанда ол жанбай, баяу тотығып қара түсті мыс 2 валентті оксидіне айналады. Баяу тотығу дегеніміз не? Кейбір заттар оттекпен баяу әрекеттесіп, жылу біртіндеп бөлінетін процесс. Мысалы, қидың шіруі. Бұл процесс нәтижесінде бөлінген жылу жылыжайларда қолданылады. Ал отын дегеніміз жылу бөліп жанатын зат немесе заттар қоспасы. Төртінші кестемізде балдар, отын күйлері. Отынның қатты, сұйық, газ күйлері болады. Қаттыға біз тас көмір, қоңыр көмір, шымтезек, ағаштарды жатқызамыз. Сұйық отынға мұнай өнімдері, бензин, керосин, мазут деген сияқты тағы басқа өнімдерді жатқызалады екенбіз. Ал газ табиғи және мұнайға серік газдар, өнеркәсіп газдарын айтады екенбіз. Жалын түзілуінің құраушылары, оларға отын, оған қағаз, ағаш, спирт, газ жатады. Оттек және жылу. Өрт сөндіргіш оттектің келуін тоқтату, температураны төмендету, жану көзін жою керек. Мінекей балдар, маңызды тақырыптың маңызды жерлерін түсінді деп ойлаймын. Ендігі біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайық. Бірінші тапсырма, жану қандай құбылысқа жатады? Әрине, бұл химиялық құбылысқа жатады. Химияның оқымас бұрын балдар сендер бұл тақырыпты жаратылыстану пәнінде танысқан болатынсыңдар. Екінші тапсырма, жану кезінде химиялық реакцияның қандай белгісі байқалады? Жану кезінде жарық бөлінеді. Үшінші тапсырма, жану реакцияның нәтижесінде түзілетін өнім қалай аталады? Демек, кез келген зат жанған кезде оксид деп аталады. Төртінші тапсырма, заттардың оттекте жануы мен ауада жануында қандай айырмашылығы бар? Заттар ауада баяу, оттекте тез жанады. Бесінші тапсырма, жай заттар мен күрделі заттардың жануының ұқсастығы мен айырмашылығы неде?
Жауабы: жай заттар жанғанда оксидтер түзіледі. Күрделі заттар жанғанда оның құрамына кіретін оксидтер түзіледі. Мысалға, H2O, су, CO2, көмірқышқыл газы. 6-шы тапсырма. Тұтану температурасы деген не? Тұтану температурасы деп белгілі бір жағдайда қыздырылған мұнай өнімдерінің жалын апарғанда жана бастауын айтамыз. Мінекей балдар, енді 8-ші тапсырманы орындайық. Мына жағдайларда адамның үстіндегі киім жанғанда, бензин от алғанда, ағаш үй өртенгенде, өрт сөндірудің қандай құралдарын қолданады? Өз пікіріңді айт. Бұл жерде балдар, мен өз пікірімді жаздым, сендердің өз пікірлеріңді жазасыңдар. Түсіндірме жұмыстарын жүргізу, сақтық шараларын қатаң қадағалау, көбікті өрт сөндіргіш құралдарына натрий гидрокарбонаты, натрий HCO3, оның ұнтағы құрғақ отты сөндіру үшін пайдаланады. Әр адамның ойы құнды, әркім өз ойын жазады. 9-шы тапсырмада. Адам организмінде оттектің массалық үлесі 65% болатын белгілі. Өз организміңде қанша оттек болатын есепте. Бұл жерде мен 35 килограмм дегенім, әр оқушы өз килограммын жазады бұл жерге. 35 килограммды 100% деп аламыз, X-та 65%. Өйткені біз 65%-ді тауып жатырмыз. X тең 35-ті 65-ке көбейтіп, 100%-ға бөлеміз. 22,75 килограмм. Әркім өз салмағымен есептейді бұл жерде балдар. Мінекей балдар, енді сабақты қорытындылайық. Нәтижесінде заттар тотығып, жылу және жарық бөле жүретін реакциялардың химиялық жану деп аталады. Заттар ауада оттекке қарағанда баяу жанады. Жай және күрделі заттар жанғанда оксидтер түзіледі. Оксид деп құрамы 2 элементтен тұратын, оның біреуі оттек болып келетін күрделі заттарды айтамыз. Мінекей балдар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.